Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Назарларыңызда информбюро жаңалықтары, студияда Маса Толықбай және Айда Буранбай. Бүгінгі басты жаңалықтары. Қарағандыда сұмдық жол апатынан бірден 16 адам қаза тапты. Елімізде жол жүру қашан қауіпсіз болады? Оралда егде жастағы ерлі зайыптының әкімшілік алдында аштық жариялауына не себеп? Қазақстан кең байтақ, бірақ үй салатын жер неге жоқ? Қазақ қашан өз жерінде баспанаға қол жеткізеді? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Хабарымызда Қарағанды облысында болған қайғылы оқиғадан бастаймыз. Түнгі сағат 1-лер шамасында облыстың Шет ауданында Алматы-Екатеринбор тас жолының 743 шақырымында КамАЗ бен Сан-Янг маркалы шағын автобус соқтығысты. Апаттың салдарынан шағын автобустың ішінде болған 15 жолаушы мен бір жүргізуші оқиға орнында тіл тартпай кетті. Кейіннен белгілі болғандай, жолаушылардың барлығы көрші Қырғызстан елінен келген азаматтар екен. Қазіргі уақытта олардың жеке тұлғалары анықталып жатыр. Ал автобустың тағы да 2 жолаушы мен КамАЗ жүргізушісі түрлі жарақаттармен Балқаш қаласының ауруханасына жеткізілді. Апат орнына Шет ауданы төтенше жағдайлар басқармасының 3 адам мен 2 техникасы жұмылдырылды. Жолдың қарсы бағытына шығып, 35 жастағы Алматы қаласының тұрғынының басқаруындағы КамАЗ автокөлігіне соқтығысып, жол көлік оқиғасы салдарынан Сан-Янг автокөлігінің жүргізушісі және оның 15 жолаушысы оқиға болған жерде көз жұмды. Барлығы Қырғыз Республикасының азаматтары. Ал Алматыда жеке меншік автобус жүргізушілері ереуілге шықты. Басқа өңірлерге адам тасып жүрген азаматтар не болса соған ақша сұрайтын Сайран автовокзалында жұмыс істегіміз келмейді дейді. Сондықтан олар Жетісу көліктік бақылау инспекциясынан жеке автотұрақтан жолаушы тасымалдауымызға жол ашсын деген талап қоюды. Алайда заңсыз орындарға тоқтап, адам алып жүрген жеке меншік автобус қожайындарының әрекетін аталмыш мекеме өкілдері өрескел заң бұзушылыққа балап істерін қолдамайтындықтарын жеткізді. Күн ұзақ өзге қалаларға жолаушы таситын жүргізушілердің талабы бір. Көліктік бақылау инспекциясы артымызға түсіп айыппұл салмай, жеке автотұрақтан жолаушылар тасымалдауымызға рұқсат берсін дейді бір ауыздан. Ал аталмыш мекеме өкілдерінің Сайран автовокзалынан жүйелі түрде тұрақты кестемен шығып, жұмыс жасаңдар дегеніне көндігетін автобус қожайындары жоқ. Өйткені жолаушыларды билетпен тасып түскен тиыннан пайыздық қаржы төлеу жүргізушілердің қарсылығын тудырғанды. Бізге Сайранға барыңдар дейді. Ал олар бұрын тек тұрақ үшін алатын еді, енді тапқан табысымыздың 20%-ын сұрап отыр. Біз күніне 30 мың теңге табатын болсақ, соның 6 мың теңгесін беруіміз керек. Сонда бізде пайда болмайды ғой. Бұған қоса жеке автотұрақтан адам тасып жүрген жүргізушілердің ісіне наразы көлік инспекциясының өкілдері оңды-солды айыппұл салып, жұмысымызға кедергі келтіруге тырысады дейді ашынған азаматтар. Біз не істейміз енді? Халық не істейді келмесе бияққа. Жазып жатыр, аз кешке жан халық неменеде штраф төлетеді. А штраф қанша болады, білмейсіз бе? Штрафы енді болады, енді 16 мың, 17 мың. Оған түкті де оған өздеріне пайда қылып атқан жоқ, не қылып атқан жоқ. Сол ақша жол істесін. Біз жол істейміз деп ақша не ақсын, біз аударамыз сол ақшаны. Ал ұзақ жолға шамадан тыс жүк тиеп алатын жекеменшік автобус жүргізушілері ол аздай жолаушыларды нық толтырып алатын көрінеді. Қала берді нәпақасын адам тасып тауып жүргендер жол ережелерінде өрескел бұзады дейді көлік инспекциясының өкілдері. Қала бойынша автобустар тоқтап, жолаушыларды алатын және түсіретін 2 автовокзал ғана бар. Олар Сайран мен Саяхат, ал қалған жерлердің барлығы заңсыз тұрақтар. Сондықтан бұл жекеменшік автобус жүргізушілері заңды өрескел бұзып отыр. Жолаушы тасимыз деп жолға шығатын азаматтар ережені сақтамайтын болса 5-тен 7-ге дейін. Ал заңды тұлға ретінде тіркелген автобус қожайындары 10-нан 15-ге дейін айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болады. Бұған қоса жеке меншік автобус иелерін өз қарамағына алған жеке автотұрақтың қожайыны заңсыз әрекетін жалғастыра беретін болса, жауапқа тартылады дейді көлік инспекциясының мамандары. Алайда жүргізушілер тартымды бітпейінше алған бетімізден қайтпаймыз деп отыр. Лимора Салиға, Асқар Меңдібаев, Азамат Жаңаспаев, Информбюро, Алматы. Наразылық шарасын қарттарды ұйымдастыра алады. Орал қаласында Әзбергеновтер отбасының 2 бірдей мүшесі егде жастағы қариялар аштық жариялады. Көршілермен соттасқан олар әділдік таппаған соң осындай қадамға барған. 5 жылға созылған дау үйлердің іргесіне көрші кәсіпкер жігіттің кафе салуынан басталады. Көрші кафеге Әзбергеновтердің үйі кедергі келтіріпті. Ақыры кәсіпкер сот орындаушылардың күшімен өзіне ұнамаған бөгде біреудің үйінің бір бөлігін қиратып тастаған. Түнде жаттық, жас үлкен қойын, бірталаға келдік. Салқын, таблетка іштік, енді әуелден алып келгенбіз. Енді штаб шықтық,
әуелі бабушкалар ұйықтады, сосын мен қарап отырдым. Сосын мен ұйықтағасын бабушка қарады. Енді қазір скорый шақыртып жатырмыз, енді бабушка әуелден жүректен ғой, давление көтеріледі. Қариялардың айтуынша осы кезде үйдің ішінен бағалы заттары мен дүние мүліктері қолды болған. Осыны айтып олар сот қарызданғанымен бұл істен береке таппапты. Керісінше сот қариялардың арызын қанағаттандырмай, кәсіпкердің ісін дұрыс деп табады. Амалы таусылған зейнеткерлер қазір Орал қалалық әкімдігі мен Батыс Қазақстан облыстық әкімдігінің арасындағы орталық Абай алаңында аштық жариялап жатыр. Бүгін олардың аштық жариялағандарына тура бір тәулік болды. Жығылғанға жұдырық, аптап ыстықта арып ашқан қарияларды түнде маса талапты. Бірақ намысқой отағасы талабы орындалғанша отырған орнынан кетпек емес. Ал Ресейдің астанасы мен бірқатар ірі қалаларында Путинге қарсылық көрсету шаралары әлі жалғасып жатыр. Наразы топ сайлаудың қайта өтуін талап етуде. Кеше Путин ант қабылдап жатқанда полиция қызметкерлері митингке шыққан жұртпен қақтығысып жатқан еді. Билік тіпті халықты басып шаншу үшін көз жасауратқыш газға дейін қолданды. Ауруханаға түскендер мен қаза тапқандар да бар. Ал президенттік қызметіне кіріскен Путин бұл жолы билікте 6 жыл 2018 жылға дейін отырмақ. Кешегі қақтығыстан 20 құқық қорғау қызметкері жарақат алды. Тіпті бір полиция қызметкерін пышақтап кеткен. Сондай-ақ 10-ға жуық адам түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Олардың арасында күйік шалған, қолы сынғандар да бар. Полиция өздеріне қарсы шығып, заңсыз әрекеттерге барған 400-ге жуық адамды тұтқындады. Ал тұрғын үйлердің балконынан көшедегі тәртіпсіздікті суретке түсірмек болған бір фотограф қаза тапты. 2018 жылға дейін билікке отыратын Путин қазақ еліне қатысты қандай саясат ұстанады? Кейбір саясаткерлердің пікірінше Путиннің премьерліктен президенттікке ауысуы Қазақстанға да өзгеріс алып келуі мүмкін. Егер Евразиялық одақ құру мәселесін әбден қолға алса, Қазақстан саяси тәуелсіздіктен айырылады. Одақ ортақ валюта енгізсе, экономикалық тұрғыдан да Қазақстан тек бәз-біреулердің жеміне ғана айналады деп алаңдайды олар. Батыс Қазақстан облысында Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровқа қарулы қастандық жасады деген бірнеше сезікті ұсталды. Ұсталғандар журналистке тапсырыс бойынша шабуылдағандарын мойындаған. Қазір тапсырыс берген адам анықталып жатыр. Не жазса да ашық жазатын журналисті 19 сәуір күні белгісіз біреулер үйінің жанына соққа жығып, 8 жерден пышақтап, 2 жерден атып кеткен еді. Лұқпан өзіне жасалған шабуылды кәсіби қызметімен байланыстырады. Өйткені оның мақаласы жарық көрген сайын белгісіз біреулер телефон қоңыраулар арқылы жиі қорқытатынын айтады. Полиция кейін бұған қатысты қасақана кісі өлтіру үшін шабуыл жасады деген іс қозғаған. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары да журналистерге қысым жасауды тоқтатуды талап етіп, Қазақстан билігін шабуылдауларға кінәлілерді тауып жазалауға шақырған еді. Қазақстан кең байтақ, бірақ үй салатын жер жоқ. Әйтпесе қазақстандықтарды қол жетімді баспанамен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік бар екен. Жұртқа жайлы көрінгісі келді ме, вице-премьер Серік Ахмет бүгін халықты қажыған тақырыпты қозғап алып артынша жердің жоқтығын айтып жоқтады. Қазақта жер көп болғанмен халыққа беретін телім болмай тұр. 2 метрлік дуалдармен қоршауға алынып, бошатқан жерлердің иелері кім сонда? Оны ешқандай шенеунік тап басып айта алмайды. Бүгінде елімізде 1 миллионға жуық адам баспана кезегіне телміріп отыр. Тізімге қосылғысы келіп телпеңдеп жүрген жас отбасылар қаншама. Өйткені ірі банктердің ипотекалық несиесіне тек табысы мол отбасылар ғана иек артады екен. Ал үкіметтің қолжетімді баспана, арендалық үй алу бағдарламалары іс жүзінде баянсыз болып тұр. Осының бәрін тізген вице-премьердің аузынан жылы лебіз шықпады, бірақ та сөздің соңын шоққа апарып тіреді. Тұрғын үй салуға жер қалмапты Қазақстанда. Түркиядан тауар тасымалдаумен айналысатын алматылық кәсіпкерлер тауар бағасын төмендетіп көрсетеді, немесе мүлдем кеденге келмейді. Шұғыл іздестіру жұмыстарын жүргізген кеденшілер кезекті контрабанданың ізіне түсті. Түркиядан Алматыға аттанған 12 жүк көлігінің тауарлары қалаға кіре берістен жоғалып кеткен. Шекарадан жалған құжатпен өтіп келген жүк иелері қылмысын жасыру үшін осындай жолға барған дейді комитет қызметкерлері. Кеденшілердің пайымдауынша миллиондаған доллардың тауары болған. Түркиядан шыққан 12 жүк көлігіне халық тұтынатын тауарлар тиелген. Халықаралық Тиркарнет компаниясының қызметін пайдаланған алматылық кәсіпкерлер жүктерін Алматы қаласына кедендік рәсімдеуден өткізуі тиіс болған. Әр көлікке 9000 доллардың тауар тиелген деп көрсетіпті. Бірақ мемлекет қоржынына 9 тиын да түспеген. Ал жүргізушілер кімнің алып кеткенінен бейхабар. Қашан келдіңіздер? Не, бірем.
Ya. Almatı'ya geldik bir hafta önce. Benim problem yok. Ha, tavara kayda gittik maşinаны? Almatı'da getirdik abi. Alып кетті ма? Almatı'da. Жыл басынан бері осы тектес 26 қылмыстық 387 әкімшілік іс қозғалған. Кеденшілердің айтуынша соңғы бір айдың көлемінде Алматыға Түркиядан бет алған жүк көліктері келуді қойған. Кәсіпкерлер тауарын салықтан жалтару үшін уақытша сақтау қоймасына жеткізбей жолдан алып кетеді екен. Тауар документтерге қажетті бұл теркарнет бойынша шыққан уақыттан осы Алматыда кедендік бақылау департаментіне тиесілі уақытша сақтау қоймаларына жеткізіп, сол жерде бұл өздерінің теркарнетті жауып, содан кейін барып тауарларды кедендік рәсімдеуден өткізу қажет еді. Бірақ бұл тұлғары олар ондай заттар жасамай, бұл жерде заттарды өздері кеденнің бақылау департаментінің рұқсатсыз алып кеткен. Тиркармет компаниясының жіберген жүктері діттеген жеріне жеткенше тексерілмейді. Тек шекарада құжаттарына ғана мөр басылады. Экономикалық контрабандамен айналысатындар халықаралық компанияның атынан жүкті Алматыға дейін кедергісіз алып өткен. Енді контрабандаға қарсы күрес басқармасы жүктің тұрған жермен иесін іздестіруде. Кеденшілер түркиялық әріптестерінің көмегімен қылмысқа барғандарды әшкерелемек. Ұлан Тәліпбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 телеарна. Нысанаға дөп тигізгендер сыннан сүрінбей өтеді. Кезектен тыс аттестациялауға қазірден дайындалып жатқан кеденшілер дайындықты қарауылатудан бастады. Контрабандалық тауар мен есірткі тасымалдаушылармен күресетіндерге қойылатын басты талап құрайлайды көзге атқан мерген болу. Бірақ 20 жылдан бері алматылық кеденшілер қызмет бабында бірде-бір рет қару қолданбапты. Нысанаға атылған 3 оқтан 27 ұпай жинағандар үздік бағалады, ал погонын сақтап қалу үшін 21 ұпай жинаса болғаны. Алайда 27 кеденшінің ішінде үздік бағаға қол жеткізген тек біреуі ғана. Маусым айында өтетін кезектен тыс аттестацияға дейін қалғандарда мерген болуға уәде беруде. Нысана көздеумен қатар кеденшілер тест тапсырып, психологиялық тұрақтылық бойынша сыннан өтеді. Онымен қоса дене шынықтыру жаттығулары күтіп тұр. Кеденшілер барлық талаптардан сүрінбейміз, арамызда артық салмақ жинағандар жоқтың қасы дейді. Алда көретіндеріңіз. Сайрам ауданының 111 жастағы ең қарт тұрғыны билікке неге өкпелі? Шығыстың Қосшан шынарының бірі Мәншүк Мәметованың 90 жылдығын орай елімізде түрлі шаралар өтуде. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Таскешу ауылында еленбеген тыл еңбеккері тұрады. 111 жастағы Құрманқұл Сәреева өңірдегі ең қарт тұрғындардың бірі. Қос ғасыр куәгерінің бүгінгі билік өкпесі бірақ қара қазандай. Бірақ қарияның өкпеназын тілшілерден басқа тыңдар қолақ табылмайды. Сүйегі асыл Кейуана 1900 жылы дүниеге келген, ашаршылықты бастан өткеріп, соғыс азабын тартқан қария қазіргі билікке қайран қалады. Бұрын ақша кеп беріп, қарттар күніне 8 мартта кеушет қойды бәрі, сендер айтыңдар соны. Бізге ескермейді, кемейді. Жақында оның немерелері Дариға Назарбаеваға хат жазып, өкініштерін жеткізіпті. Жоғарғы жақтан жауап алған отбасы енді оны қонақта күтеді. Соңғы үмітіміз енді мынау тек қана Дариға Назарбаевтан күтіп отырмыз. Ол кісіге бір хат жаздық. Хатымыз барыпты, алыпты. Сөйтіп хатта жаңағы осы 24-25-терін осыны келем депті. Ол кісіні көрем, қолын алып кетем деп сөйтіп айтыпты. Құрманкүл Сәреева күйеуі соғыстан оралмаған соң тағы тұрмыс құрып 3 бала сүйеді. Кезінде партия қызметкері, басшылық қызметте болған Дәулет Ақсақалдың екінші әйелі болады. 2 әйел бір шаңырақтың отын тұтатқан. Ұзақ уақыт бала көтере алмай, тұңғышын тура жеңіс күні дүниеге әкелген екен. Бүгінде ол бір қыз, 2 ұлдан 70-тен аса немеремен шөбере сүйіп отырған ардақты әже. Ұзақ өмір сүрудің қыр-сырын ол енді кейінгі ұрпағына өнеге етеді. Әр тамақтың алдында құйрық жейді. Әбізетін. Кішкентай болса да құйрық. Мүмкін сүт ішеді ағарғандар. Сол шығады бұл кісіні жаңағы алға сүйреп жүрген, жасын ұлғайтып жүрген сол болу керек. 80-ге дейін, 70-ге дейін картошканы жаңа шапқанына қызығас деп айттым ғой. Осылай кетпенді көтеріп, бет түрегі бойы ұзын әйел өз. Бет түріп көтеріп алып, бет түріп шабады. Бұлай көтеріп алып, бұлай шабатын. Өлә деп таң қалатымыз. Көбіне ағарған ішіп, ешқашан еңбектен қорықпаған әжей ұршық үйіріп, кілем тоқып, кесте тігеді. Соңғы 1 жылға дейін бақшада кетпен шауып, әлі күнге келіндеріне кеңес беріп отырады екен. Бүкіл ауылдың бойтұмарына айналған әжейге бата алу үшін ел алыстан келеді. Жания Өсерқұл, Мира Сүлеймен, Алмаз Бестенбеков, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы. Ал 1418 күнге созылған екінші дүниежүзілік соғыста халықтың
5 жыл бойы сарыла күткен жеңіс деген қуанышта алғашқы болып естігендердің бірі көкшетаулық Балташ Омарұлы Сейітов. 17 жасқа толар толмастан ұрыс даласына аттанған ардагер Берлинге дейін барыпты. Аталмыш Свердловскийдің оралында 166-79 полктың 18-ші дивизиясына түскен Балташ Омарұлы кейін жарты жылдай әскери істі меңгереді. Соғыс тактикасына машықтанған жас сарбаз 1943 жылы Ленинград облысының Волховский майданына жіберіледі. Ленинград блокадасының да бел ортасында болады. Осы кезде 3-ші Прибалтика майданының 105-ші атқыштар полкы құрылады. Рижский атанған белгілі бұл полк маршал Жуков бастаған 1-ші Беларусь майданының құрамына енген еді. Аталған полктың сарбазы Балташ Сейітов Латвияның астанасы Риганы, кейін Польшаны азат етудің қалай қиынға соққандығын әлі де үлкен тебіреніспен еске алады. Берлин түбінде жарақаты әлі де есінде. Взрывной волна менен екінші есіктің ар жағына апарып тастады. Мен 1-2 сағаттай кішкене есімді білмей жаттым. Қар жастанып, мұз төсенсе де, ел сарбаздары жеңіс үшін тек алға ұмтылды дейді Берлинге дейін барған сарбаз. Айта кету керек, атқыштар полкінде болған Балташ Сейітов құралайды көзге ататын шеберлігі үшін 1-ші дәрежелі үздік мерген төс белгісіне де ие болған. Көкшетаулық ардагер неміс халқының жеңілісті мойындап, капитуляцияға қол қойған сәтінің де куәсі болды. Жеңілісті мойындау туралы фашистердің командующий жоғарғы адмирал, генерал соларды қол қойдыруға сол Бабелсберг деген районында сол училищесінің кеңсесінде маңайында сонда қол қойды болды. Ұлы Отан соғысының ардагері, Қазақстан Республикасының құрметті зейнеткері, Көкшетау қаласының құрметті азаматы, құрмет ордені мен бірнеше төс белгінің иегері Балташ Омарұлы тек өз немерелері мен шөберелерін ғана емес, барша өскелең ұрпақтың ақ тілеулі атасына айналған. Жания Өсерқұл, Асем Қаматайқызы, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Көкшетау. Кенеден қауіп төнді. Бір Алматының өзінде наурыз айынан бастап кене шаққан адам саны 150-ге жетті. Бұл қорқынышты көрсеткіш дәрігерлердің де жағасын ұстатып отыр. Адам өміріне қауіпті жәндік шаққан жағдай әсіресе 6 мен 10 жас аралығындағы балалар арасында көп кездескен. Сондықтан ақ халаттылар тауға демалып келген баланың денесін мұқият қарап жуындырған жөн деп кеңес береді. Күн жылына салысымен жылдағыдай тауға серуендеп шыққан жас отбасы кенеден кішкентай қыздарының зардап шегетін ойламаған еді. Баласының басына жабысып тұрған жәндікті Анна тек таңертең ғана байқапты. 7 жастағы Кристинаны кене шаққан бірден түсінген ана ауруханаға келген. Таңертең қызымды сабаққа жіберейін деп шашын тарап жатсам, басында үлкен қара кене тұр. Баламда бізде қатты қорқып қалдық. Бұрын соңды мұндай жағдай болмаған соң не істерімізді білмей бірден дәрігерге келдік. Денеге жабысқан кене адам бойында бірнеше күн байқалмай қалып қойса, ағзаға нағыз қауіптенеді. Бірден бас ауырып, бүйрекке зақым келеді. Тіпті кененің кесірінен адам психологиялық та соқ қалатын кездер жиі кездеседі. Әдетте балалар жарықтан қорқып, тіпті судың сылдыры жүйкесін қоздыратын жағдайға дейін жетеді екен. Сондықтан дәрігерлер тауға шыққан кезде кенеден абай болуды ескертеді. Мынау үйге келгеннен кейін киімдерін бәрін дұрыстап қарау керек. Мынау шашын бәрін дұрыстап қарау керек. Құлақ аймағын қарау керек, мойын аймағын қарау керек. Әсіресе елімізде кене шаққан бала саны биыл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе өскен. Бұған көп жағдайда табиғат аясына шыққан кезде ата-аналардың балаларын жеңіл киіндіретіні себеп дейді мамандар. Лимара Салих, Нұрбол Қызықбаев, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Алматы. Шығыстың қос шынарының бірі Мәншік Мәметованың туғанына 90 жыл. Қазақ қыздарына тән қайсарлықтың мәрмәрға қашалған мәңгілік ескерткішіндей батыр қыздың рухына тағзым ету республика жастарының патриоттық форумына ұласты. Жер-жерде бастау алған форум сыр өңірінде жалғасты. Жастық жалынымыз сүйікті отанымызға атты бұл жиынға облыстағы әскери гарнизондарының, шекара әскерилерінің және жоғары оқу орындарындағы әскери кафедраның түлектерінің салтанатты шерулері мен әскери оқу дайындықтарын көрсетумен ерекшелене түсті. Отан соғысының ардагерлері өз тілектерін арнады. Форум қазақтың қайсар қызы, Кеңестер одағының батыры Мәншік Мәметова тағзым етумен қатар, батырлар ерлігі арқылы жастарымызды патриоттық рухта тәрбиелеуге де зор үлес қосты. Біз мынау Ақтөбеден келдік. Ақтөбеде Әлия Мәншік қоры қоғамдық бірлестігі деген бар. Сол бірлестікке байланысты шаралар жүргізіп жатырмыз. Бір 10 жылдан асып кетті. Ақтөбеде Мәншікке музей аштық өткен жылы.
Содан кейін Мәншөкке көшенің атын бергіздірдік. Ал Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Ұлы Отан соғыс ардагерлерін арнап ақ дастархан жайды. Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова мен халық қаһарманы Хиуаз Доспанованың 90 жылдығына арналған жайықтың қос жұлдыз атты ерлік сабағы да өткізілді. Бүгінде Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам соғыс ардагері бар. Оларға жеңіс мерекесі қарсаңында 30 мың теңгеден сыйақы берілмек. Бүгінгі мерекелік дастархан басында соғыс жылдар кезіндегі әндер де шырқалды. Бергеніне шүкір, осы мына енді 67-ші мына жеңіс күніне жетіп отырмыз ғой енді. Ал енді баршасына да халықтың амандық тілейміз. Аспандар ашық болып, ел тыныш болып, халқымыз тоқ болып, жұмыстарым оң болып, өстіп бір жақсы өмір сүрелік деп жүрміз. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар лек осындай. Барша көрермендерімізді алдағы мерекелермен құттықтаймыз. Қарияларымызды аман болғай, 31-ші арна қосылу болсын. Жаңалықты бірінші болып біліңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.